Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Ұлытау облыстық әмбебап кітапханасы бақ беттеріндегі маңызды мәселелерге шолу мақсатында ақпарат айдынында айдарын назарларыңызға ұсынады. Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының кәсіби бағыттағы кітап және кітапхана журналының 4-ші саны жарық көрді. Журналдың бұл санында кітапхана саласындағы жаңалықтар, жасанды интеллект және оны кітапхана саласында пайдалану жолдары көрсетілген. 1987-2003 жылдары аралығында Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасы директоры қызметін атқарған Қазақстанның көрнекті кітапханашысы Роза Бердіғалиеваның туғанына 80 жыл толуына орай 2025 жылдың 17 қазанында үздік жас кітапханашы 2025 республикалық байқауы ұйымдастырылды. Байқауға автоматтандыру бөлімінің басшысы Жүнісова Мақпал Жүнісқызы қатысып, жүлделі 3-ші орын алған болатын. Кітап және кітапхана журналының осы санында байқауға қатысып жүлделі орын алған қатысушылардың эсселері жарық көрді. Кітап және кітапхана журналының жаңа санымен танысып, білімге шабыт алыңыз, құрметті оқырман. Ұлытау облыстық әмбебап кітапханасы сіздерді түрлі бағыттағы газет-журналдарды оқып танысуға шақырады.